Енді сіздерге декретке онлайн қалай тапсырамыз, сол жөнінде көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен біз өзіміздің цепок ключімізбен егофқа кіріп алатын боламыз. Одан кейін барып әлеуметтік қамтамасыз ету дегенге кіреміз. Отбасыларға көмек дегенге кіреміз. Жүктілікке және босануға әлеуметтік төлем тағайындау деп тұр. Осының үстін басамыз. Онлайн сұрау. Онлайн жібермес бұрын біз ең алдымен ИП-ны еңбек кезетке тіркеуіміз керек, одан кейін барып больничный листі де еңбек кезетке тіркеуіміз керек. Одан кейін барып онлайн жібере берсек болады. Қызметті алу дейміз. Мына жерге пайдаланушының ЖСН шығады, байланыс телефон номері автомат түрде шығатын болады екеуі. Қызметті алу дейміз. Мына жерде еңбекке жарамсыздық парағы бойынша мәліметтер өзі автомат түрде алынатын болады. Және де мына жақта еңбек кезетке сіз қалай көрсеттіңіз, сол шығатын болады. Екеуі бір дата болу керек. Жұмыстан босатудың басталу күні 06.01.2025. Жұмыстан босатудың басталу күні 06.01.2025. Үйім атауы, ИП-сының атауы болады мына жерде. Жұмыстан босатудың аяқталу күні 11.05.2025. 11.05.2025. Осы екеуі бірдей болу керек. Ары қарай жұмысынан, өзінің ИП-сынан түскен социальный отчислениялар осы жерде көрініп тұратын болады, әлеуметтік аударымдар. Одан әрі деп басамыз. Одан кейін барып, қай шотқа ақшасы түсу керек, соны көрсететін боламыз. Бірінші банкті көрсетеміз. Қай банкке түсу керек? Халық банк. Бізде Халық банк шот түрі жәрдемақы мен әлеуметтік төлем шоты болады. Қол қойып тексеру дейміз. Біз цепок ключпен қол қойып, шотын тексеретін боламыз. Шоты бар ма, жоқ па? Подписать дейміз. Міне жәрдемақы мен әлеуметтік төлем шоты деген жерге бізге шот шықты. Міне осыға галочка қоямыз. Ары қарай ЖК туралы мәліметтер алуға келісемін дейміз. Енді бұл жерге мемлекеттік кірістер органы, бұл жерге біз прописка бар өзіміздің, по месту жительства, сол органды көрсететін боламыз. Енді по месту жительствоны біз қайдан көреміз? Өтеді солай. егофтың өзіне кірсек те болады. Мен жеке кабинетіне кіріп, жеке кабинетіне міне Шымкент қаласы еңбекші ауданы деп тұр, тіркелу мекенжайы. Міне тіркеу күні, қай күні тіркелгендігі де барлығы осы жерде көрсетіліп тұратын болады. Енді одан кейін барып, міне бізде Шымкент қаласы екен. Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті дегенді басамыз. Одан кейін барып, бізде Шымкент қаласы бойынша Шымкент қаласы бойынша бізде еңбекші ауданы сақтау дейміз. Бұдан әрі деп басатын боламыз. Біз мына жерге цепок ключпен қол қоямыз. Подписать дейміз. Бұл жерде автоматты түрде базадан выписканы алып беретін болады. Өзіндік көшірме бойынша ақпарат сәтті алынды деп тұр. Бұдан әрі дейміз. цепок ключпен қол қоятын боламыз. Мына ақпарат тасымалдағыш. Қол қоямыз. Енді асты қарай түсеміз.
бұл жерде өтініш берушінің жсн-і, тегі аты, әкесінің аты, барлық данныйлар шығатын болады. Қызметті көрсету мерзімі мына жерде 2 күн немесе 15 күн деп тұр. Осы аралықта жауап келетін болады. Бұл жерде егер сіздерде қандай да бір документ сұрататын болса, сол документті осы аралықтарда сұрататын болады, немесе тағайындалды деп келетін болады. Жалпы декретке онлайн осылай тапсыратын боламыз. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын.